Кеш жарық эфирде бірінші, біз бастаймыз. Қазақстан Республикасы тәуелсіздікті қай жылы алды? 91 жылы, 16 желтоқсан күні. 91 жылы. Қазақстан Республикасы қай жылы тәуелсіздігін алды? 25 жыл деп айтыпсың енді. 16-25 жыл. Енді 25 жыл болды. 91 жыл алды. Қай жыл? Ебәсе? Қазақстан Республикасы тәуелсіздігін қай жылы алды? Ең бірінші ата заңымыз қай жылы қабылданды? Ата заң кейінгі толыққан 93 жылы. 2003-те мен концерт бердім, сол жылда есіме қалғаны да, есіме тұрған. Мұхит. 30 октябрь 92 жыл. Әнұранымыз еліміздің қанша рет ауысты? Әнұранымыз бізде 3 рет ауысты. 2 рет өзгерді. 2 рет ауысты. 3 рет ауысқан сияқты. 2 рет. 1 рет. Ең бірінші әнұран есіңізде ме аға? Есім жоқ. Бірінші әнұранды айтып беріңіздерші. Ойбай. Білмейсіздер, Сөз ұмытып. Ұрпақпыз. Сөзді ұмытып. Бірінші әнұран есіңізде ме? Есімде жоқ. Бірден айта салайын, есімде жоқ. Есіңізде жоқ. Мен бастан аяқ білмеймін да, бірақ мен білмеймін. Білмейсің. Қазіргі әнұранды кішкене айтып бересіз ба? Менің елім, гүлің болып егілемін, Жарың болып төгілемін елім, туған жерім менің. Қазақстаным. Әнұранды айтып беріңізші. Ой, сен де ерікпеш болса? Айтпаймын. Айтпайсыз. Айтпаймын. Алтын күн аспаны деп айтады деп отыр менде дауыс жоқ. Депутат болғыңыз келмей ме сіздің? жалпы депутат үшін, мемлекеттік мүдде үшін, ұлттық мүдде үшін депутат болуға болады. Анекең болғысы келмесе? Депутат? Сондай болып туылады адам негізінде, бастық болып туылатын адамдар бар. Себебі айтқан қас-қабағынан адам бағады, оның айтқан сөзін жек етпейді. Сізге осы депутат бол деген ұсыныстар түсіп жатты ма? Түсті. Біз сізді депутат қылып сайлайық. Бол деген күні де болмаймын. Өткен мен еш уақыт, ешқандай депутат болуға мен миымда жоқ. Кездескен адамдар арасында айтады. Депутат болғың келеді ме? Айтпесе кімге ұнамайды депутат болу деген. Депутат болып отыру. Ешкім тиіспейді саған. Ешкімнен қорықпай жүресің. Ешкімнен қорықпай жүреді. Сондықтан да депутат та болу оңай нәрсе емес әрине. Жиырма 25 жылда еліміздің қандай саясаткерлері есіңізде қалды сіздің? Енді бізде мықты саясаткерлер болды ғой. Кешегі заманның Қонаевтан бастап, Ақсақалдан бастап, Михалисен, Әли Көзбекәлі, Жәнібек, мысалы Ерік, мысалы Асанбаев ағамыз. Одан бөлікте қазақтың ұлты үшін жұмыс істеген адамдар ана заманда да көп болды. Мысалы Иманғали, Нұрғалиев, Исмағамбетов ағамыз жақсы саясаткерлер болды. Олжас Сүлейменов ағамыз, Мұхтар Шаханов ағамыз. 25 жылда есіңізде қалған саясаткерлер кімдер олар? Ең үлкен саясаткерді мен айтар едім. Ең үлкен политикті айтар едім біздің Нұрекең елбасын айтар. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Қуаныш Сұлтанов. Мен бала күнімнен тәуелсіздіктің туы желбірегеннен бастап көрген адамым, әрі пір тұтатын адам Әбіш Кекілбаев. Шынымды айтсам, саясатпен онша қызықпаймын да саясатпен. Тәуелсіздік күні не істейсіздер? Қалай тойлайсыздар? Тәуелсіздік күні бірінші 16 желтоқсан болғандықтан тәуелсіздік күнді бірінші үйде Құран оқимыз.
Егер концертке шақырылып жатсам, концертке боламын. Тәуелсіздік күніне көбіне концертте жүрміз негізінде. 16-сы, 17-сі, 15-тен басталып кетеді ғой, концертте жүрміз. Егерде бізді елеп ескеріп шақырып жатса, мерекелік концерттерге қатысамыз. Мен үшін өте ауыр күн болды. Ол кезде енді мен де сол 19-да қыздарымыз алаңға шығып не болып жатыр деген сондай жағдайлар көрген қыздардың бірі мен декабристка деймін. Біздер көбіне концертте боламыз. Үйімізге өзіміздің жақын кейде туысқандарымыз келеді. Солармен бірге жаңағы өзіміз үйде дастархандас болып отырамыз. Әрине, тәуелсіздігімізге біз талай ғасырлар армандаған қазақ жұртшылығы қолымыз жетіп, ешкімге тәуелді болмай, өзіміз тәуелсіз мемлекет болып өмір сүріп жатқанымызға біз бақыттымыз деп есептеймін. Жалпы осы тәуелсіздігіміздің тұғыры биік болып, болашақта біздің жастарымыз осы ешкімге тәуелді болмай, біреудің құлы болмай, біреуден қайыр сұрамай, осындай тәуелсіз мемлекетте бақытты өмір сүрсе екен деп тілек айтқым келеді. Өзіміздің кең даламыз, өзіміздің байлығымыз, соның барлығы біздің елге бұйырып, болашақта біздің ел ең бақытты, ең биік мемлекет болуын тілеймін.